Ал дәл қазір біз шеберханаға келдік. Онда сондай керемет ұл-қыздарды тәрбиелеп отырған және қоғамда кәсіпкерлігін дөңгелетіп отырған отбасылық жұп келді. Жәнібек Таубаев және Маржан Таубаева. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Дәл қазір сіздер осы елімізде хит болып жүрген трендтегі тағам деп айтайықшы. Шоколадқа малыған құлпынай өнімдері. Бүгінде осы кәсіпті дөңгелетіп, өз нәсіптеріңізді тауып жүрсіздер. Енді дәл қазір шеберханамызда қалай дайындалатын бірге сіздермен істеп, ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Бастай қойыңыз. Неден бастаймыз ең алғаш? Ең алғаш бізде құлпынай, жуылған, тазарған, және де мына жақта зубочисткалар бар. Соларды кіргізіп, жұмыс жасау үшін бізге ыңғайлы болу үшін. Мына жақта бізде шоколадтар. Алдын ала ертіп қойдық. Уақыт алады, себебі бұл бельгиялық шоколадтар. Мынау молочный деп айтамыз. Мынау ақ шоколадымыз. Осы екі шоколадты темперировать етіп барлығын дайындалды. Өзінің свойствосын жаңағы құлпынайымыз жақсы біріктіру үшін. Қандай ғажап. Маржан ханым, енді бұл кәсіпті дөңгелетіп жүргендеріңізге неше жыл болды? 2017 жылдан бері. Студент кезімізден бастап. Маржан ханымның жұбайы Жәнібек мырза бірден жылына дейін датасына дейін айтып отыр. Соған қарағанда директорыңыз осы кісі, идея автор осы кісі. Қандай ғажап. Сіз Маржан ханым жасай беріңіз. Идеяның қайдан туындағанын дәл қазір Жәнібек мырзамен бірге талқылай берейік. Идея 17 жылы ВКонтакте желісі бар ғой, содан қарап Ресейден шыққан, сол көрдім, бір қаладан шықты, бірақ біздің Астанада болған жоқ ондай. Өзіме қызықты болды, қарадым. Ол кезде құлпынай шоколадты емес, просто құлпынайдан жасалған. Шоколад жоқ әшін, сондай сыйлықтар болды. Соны қарадым, іздедім, Астанада жоқ. Сосын әйеліме айттым, енді ол кезде қыз бен жігітпіз ғой, сол кезде айттым, осындай жасап көрейік деп. Содан идея шықты да, екеуміз жасап басында тәжірибелетін эксперимент қарап жүріп, осыдан. Ол 2010 жыл клубника жоқ, мысалы, қыста. Өте қиын табу қыста, ол кезде тек қана үлкен супермаркетте сатылатын сол кезде ғана. Бағасы қымбат болатын. Бағасы ол кезде 10 мың теңге килограммдай болатын. Мынандай бір кішкентай жуық 10 мың теңге болатын. Ол кезде баға да, сатуға да баға, ол кезде нарық әлі дайын болған жоқ Қазақстанда негізі. Ол кезде бізге тек қана, былай айтсақ, орыс кісілер ғана заказ беретін былай. Ал қазақ жастар кішкене оған жеткен жоқ әлі. Сосын ол тренд 21 жылдан басталды негізі. TikToktан шыққан пайда, содан жақсы кетті. Барлығы 8 наурызда жұбайларына сыйлауды бастап кетті ғой. 8 наурыз, 14 ақпан, 15 сәуір, қозы көрпеш баян сұлуды. Енді ең бастапқы кезде килограммы 10 мың теңге деп біліп тұрсыз, Жәнібек мырза. Дәл қазір қанша теңге? Қазір уақытта жаз айы болғандықтан, мысалы, клубниканың сапасына байланысты көбінесе мынандай үлкен альбион клубникалар, мысалы, осындай үлкен клубника альбиондар, бұлар 3 мың теңгеден жоғары тұрады. Ал жаздық кішкентай клубникалар болады, майда, мысалы. Олар вареньеға жақсы, бірақ осындай құлпынай шоколадқа жарамайды. Олар тез құртылып кетеді, және кішкентай болады да. Маржан ханым, айта қойыңызшы, Жәнібек мырза расымен сізге жасауға көмектесе ма үйде? Дәл қазір қарап тұр ғой. Үйреншікті әдеті қандай еді жалпы? Артынан жинап ұстау. Негізі ол кісі идея авторы ғой. Мен қыз бала болғаннан кейін маған жасасын деп менен көмек сұрады. Сөйтіп басталды барлығы. Ол доставкада мен жеткізіп беру жағынан болды. Және де маған құлпынайды әкеп беру, жабдықтарды мен өзім алам енді. Қыз бала жүру керек деп кондитерский магазинда деп. Солай болды. Сөйтіп жасап жүрдік. Сосын үйленгеннен кейін уже бірге. Себебі қасымда болады көбінесе. Абай негізі мен өз үйімде, ол өз үйінде сөйтіп. Ол доставка ғана келеді, менен алып кетеді, аппарат болды. Ғажап. Маржан ханым, енді дәл қазір өзіңіз міне ақ шоколадқа малып, алғашқы үлгілерін дайындай бастадыңыз. Тағы да бір жасалу әдістерін айтып өтсеңіз. Міне ақ шоколадпен, қазір міне молочный шоколад, қоңыр шоколад қой. Бұл шоколад киндердің дәмін шоколадындай. Молочный деп айтамыз, барлық кісілер негізі көбіне. Сүтті көбісі ойлайды, ақ деп. Көбісі біз молочный деген кезде енді сүтті шоколад қазір. Ғажап. Мұнаның сондай дәмді болып шығатынына мен бек сенімдімін расында. Себебі жаз айында құлпынай өзі өте дәмді. Өз соғында піседі ғой. Ал көбіне қыс айында енді импорт клубникаларды көбіне қолданамыз. Қазір мұнда тұрған құлпынайлар өзіміздікі ма? Қырғызстан, Алматы. Бұл Алматынікі. Сүтті шоколадқа малып алдық.
иә сосын арнайы қағазға. иә пергамент дейді ғой қазір для выпечки деген, соған қоямыз және холодильникке бір 5 минутқа қойсақ болады. А если жақсы темперировать етсек, даже осы комнатный температурада да өзі темперировать етіп қатып қалады, иә, өз формасын ұстайды. Кей кезде жаңағы тоңазытқышқа да салады, неше сағат тұру керек шамамен? Бір 5 минутқа қойып, жаңағы барлығы жасалғаннан кейін алып, ою өрнектерін, жаңағы посыпкаларын барлығын жасап қойып, капсулаларға салып, коробкасын салып, бетін ашып қойып. Маржан ханым, мен де дәл қазір байқап көргім келеді. Енді біз 8 наурыз жақындаған кезде сәл қалтамыздағы ақшаны үнемдегіміз келіп, өзіміз үйде дайындап көргіміз келеді, дегенмен шықпай жатады. Иә, осылай. Бірақ сіздің шоколадыңыз деген бабында екен, дәл қазір бір батырғаннан қатайып. Қараңыз, қандай керемет. Бұл ақ шоколад. Иә. Арнайы ерітіліп дайындалған, ал осы шоколадты ерітуде бір құпия бар ма? Құпиялары бар дегенде. Иә, дұрыс қолдану білу керек. Соны айтыңыздар қымбатты көрерменге. Сапалы шоколад алу керек, және де шоколадтың түрлері өте көп. Біз және де турциялық шоколад бар, бельгиялық шоколад, итальянский, швейцарский көп та. Ең соның жақсы бельгиялық шоколадта трендке айналып кеткен. Оның құймалы дәмдісі и құймалы жағынан да жасау жолынан алған кезде өзі мысалы ағатты сол жақсы. Мысалы Турцияның шоколады бар, оның несі ағылмалы жаман да былай. Салас? Иә, соны айтып жатырмын ғой. Сіз істі жалғастыра қойыңыз. Жалпы Жәнібек мырза, енді тренд болды 2021 жылдары, ел жұрт қызықты. Бүгінде сұраныс қалай? Пайдалы кәсіптеріне жата ма осы құлпынай? Сұраныс жақсы, иә. Мысалы, туған күнге тапсырыс береді жастар мысалы, және де аналарына күннен күнге заказ көбейіп жатыр ғой, цехта, жұмыста барлығы. Иә, қышқыл қауысыммен қышқыл құлпынаймен арасында тәтті шоколадтың үйлесімі өте ерекше. Жалпы енді жаз маусымында кәсіп бастап кетсем деген адамдарға бұл тиімді кәсіп түрі бола ала ма? Жазда, қазір жазда құлпынай несі бағасы төмен болып тұр да, қыстан қарағанда. Қыста құлпынай табу қиын да, мысалы, көп жер сатпайды, оны іздеу керек, мысалы. Ал жазда көп, мысалы, жай базарға барсаңыз, дүкенге барсаңыз, таңдап алуға болады, және тек қана сол құлпынай ғана ғой жазда жақсы. Сосын қыста ол уже өзіңіз көре бересіздер ғой, мысалы, қалай айтсам болады. Қыста құлпынай табу қиын, ал жазда оңайырақ, сол жазда бастап кетсеңіз, тәжірибе жинап алып, қыста уже арғы өзіңізге оңай болады да, мысалы. Енді сіз кәсіпкерсіз ғой, ақшаның жаңағы бағасын келтіріп отырасыздар, деңгейін. Жаздың күні құлпынай арзан болғанына қарай құлпынай бағасы түсіп, қысқа қарай қымбаттай ма сонда қалай болады? Қыста бізде жаздық баға бар және қыстық бағалар бар мысалы. Қыста өйткені бізде Египеттен келеді құлпынай, Мысыр елінен және Турциядан келеді. Көбінесе осы Қазақстанға осы екі елден келеді бізге мысалы. Ал жазда өзіміз Қазақстан және Қырғызстаннан келеді. Иә, бізде Маржан ханым дәл қазір әрлеп, үстіне керемет дәндерді сеуіп бастапты. Иә, орехті септім. Ол қандай жаңғақтар? Орех дробленый деп айтамыз енді біз. Үгітілген. Иә, үгітілген. Кәдімгі те жаңғақтар ма мынау? Кәдімгі өзіміз Иә. Қандай ғажап иіс, әдемі. Шоколад сникерс бар ғой, сондай болады дәмі. Өзге де осындай сәнін келтіру үшін қандай жаңғақ түрлерімен әрлеп отырасыз? Қазір малина бар, клубника да бар, қазір сублимированный деп айтады. Және де кептірілген ауада, иә, кептірілген, және де неше түрлі жүректер, әртүрлі жаңа вафлядан қалған кондитерлік печеньелерден сол барлығын қосуға болады дәміне қарай. Сондай ғажап, расында көрген адамның көзі сүйсінетін, тамсанатындай ғажап ас түрі ғой. Бұдан бөлек қандай осындай өсімдік жемістерден сыйлауға болатын, жеуге арналған әдемі тағамдар дайындауға болады. Бизнес идеялар жоқ па? Шиеден жасауға болады көбінесе. Шиеден де трендке айналады қазір уақытта. Көбісі сұрайды, мысалы шиеден. Үлкен-үлкен черешня шиелерін жасап. Оның да өз сезоны болады. Ол сезоны осы май айынан бастап маусым айына дейін болады осы. Тіпті ол шие болсын, кез келген өнімді мынау тоңазытқышта салқын температурада сақтасақ, сол балғын күйінде сақталады. Иә, балғын күйінде сақталады. Сондықтан оны 12 айда істеп сатуға болады ғой? Иә, 12 айда сатуға болады. Сондай ғажап, қымбатты көрермен, дәл қазір мына Маржан ханымның дайындап жатқан керемет шоколадтарын, керемет құлпынайларын мен жегім келіп, мынау дәм рецепторларымнан қазір сөл бөлініп жатыр. Енді расында кей кезде осы жасаған өнімді
ұнатпай жататында көрермен тұтынушы бола ма? Ондай жағдайда не істейсіздер? Болады. Ол жағдай келісеміз, несін ұнамады сұраймыз мысалы. Иә. Обратно орысша айтқанда обратносы ғой, мысалы сұраймыз, не ұнамады, шоколад ұнамады ма, құлпынай ұнамады ма. Мысалы 2017 жылы ашқан кезде бізде мынадан да кішкентай құлпынайлар болатын нарықта. Қазір уақытта көбісі үлкен құлпынай сұрайды, бірақ бұнда үлкен құлпынай табу өте қиын болады да негізі. Сол себептен құлпынайыңыз кішкентай дейді кейбіреулер мысалы. Бірақ негізі құлпынай бізде осындай, стандарт осындайлар. Тырысамыз, салуға тырысамыз. Дегенмен біз бала күнімізде жалпы майда ұсақ құлпынайлар дәмдірек болатынына біз назар аударамыз. Негізі өзімен кішкентай құлпынай өте дәмді болады. Оңтүстік өңірде біз жақта сол майда құлпынайлар өте дәмдірек және витаминге толы болып. Үлкендер кішкене су татып кетеді, сондай бір керісінше жағы болатын еді. Дегенмен бірақ мынау құлпынайлар да дәмді екеніне сіздер әбден көз жеткізіп аласыздар алар кезде. Иә. Себебі қазіргі тұтынушылар андай үлкен бізге салған кезде неге үлкен емес уже сондайға үйреніп қалған. Ал Египеттегі құлпынайлар импорт келетін бізге. Олар бір қалыпты келеді, барлығы бір формада болады. Форма сантиметр бір болады таңдай, сол жағы импорт жағы жақсы. Иә, олар ол жерде ешқандай не болмайды, барлығы бір формада. Қазіргі өзі природный мынау өсіп жатқаннан кейін бізде кішкене не болады, әртүрлі көлемінде болады да. Жәнібек мырза, дәл қазір сіз Маржан ханымға көмектесіп, ұсақ жаңғақтарды үйлестіре берсеңіз болады. Көрерменіміз де дәл қазір дайын болған өнімді көргісі келіп, ынтығып отырған болар. Енді мен расында құлпынай жемісін өзім жақсы көрем. Дегенмен кей кезде мына тісіңе тәттісі қатты тиіп жататын кез болады. Иә. Онда сәтте не істеу керек? Жемей қой керек. Тісі ауыратын адамдарға. Иә, бір жағдан құлпынай болғаннан кейін пайдалы ғой. Шоколады да пайдалы негізі, натуральный болғандықтан. Күннің қай бөлігінде жеген дұрыс? Кешкісін. Кешкі уақытта. Кешкі уақытта. Ас қорытуға, бірден бір. Иә, бір шаршауды басуға, бір көңіліңді көтеруге. Иә. Соған кешкі уақыт. Міне, қымбатты көрермен, дәл қазір кәсіпкер әрі керемет осындай дәмді дайындайтын Маржан және Жәнібек Даубаевтар бүгін студиямызда қонақ болды. Осындай шоколадқа малынған керемет құлпынай өнімдерін жасап, сондай керемет дүниені көрдік. Егер кәделеріңізге жарасын, қымбатты көрермен, сіздерде қайталап істеп көрсеңіздер, расында бір тәбеттеріңізді ашатын, сарайыңызды керемет келтіретін тағам болмақ.